Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 жылды балалар жылы деп жариялаған еді. Алакөл ауданында жыл басынан бері балаларды қорғау мен қолдауға арналған түрлі іс-шаралар өтті. Енді міне Зейнеп Қойшыбаева атындағы мәдениет үйінде балалар жылы қорытындыланып, атқарылған істер сараланды. Құрметті қазақ елінің жалынды жастары, еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің жарқын болашағы білімді де білгір жастардың қолында. Жастар алдыңғы буын ағалардың жолын лайықты жалғастырып, өздерінің сенімді ізбасар екендігін дәлелдеуде. Аудан әкімінің орынбасары Мәулен Төлеужанов спорт, өнер, білім және ғылым салаларында жетістікке жеткен 35 жасөспірімді марапаттады. Олардың 10-ы халықаралық жарыстан жүлдемен оралса, 15-і республикалық, қалғаны облыстық байқауларда топ жарған. Осы жылы біздің балаларымыз көптеген жетістіктерге жетті. Спорт саласы болсын, білім саласы болсын, ғылым болсын, өнер саласында көптеген халықаралық, республикалық, облыстық байқауларда біздің шәкірттеріміз жаңағы жүзден жүйрік танып, үлкен жетістікке жетіп жатыр. Осы жылы балалар жылы өте сәтті аяқталды. Себебі көптеген жүлдеге ие болдық, конкурстарға бардық. Соның есесіне мен өз апайларыма алғыс айтамын. Балалар жылы өте де сәтті аяқталды. Ендігіде жаңа жыл келе жатыр, тағы да өте сәтті болады деген ойдамын. Жалпы осы жылдары көптеген жүлделерге ие болып, көптеген конкурстарға қатыстым. Жиын барысында балалар шығармашылық орталығының оқушылары өз өнерлерін ортаға салды. Жасампаз жасөспірімдер таланттарымен таңғалдырды. Алакөл ауданында балалар жылы сәтті өтті. Болашақ кепілі балаларды қолдау өңір саясатының басым бағыты болып қала бермек. Аслан Маханов, Нұрмақов Меңдібайұлы, Алакөл жаңалықтары.